Тағдыр әсіресе идеалдар мен ажалды бейбақтардың сәуегейліктерін тәрк етуге құмар, және дәл оның ұлы данышпандығы да осыдан сезілетін тәрізді. Байлар мен танымал адамдар өздерін дәлелдеген тұлғалар ғой деп, біз олардың аяғының астында құрдай жорғалап жүруіміз керек. Оларды қызғанып емес, керісінше қызығып үйренуіміз керек. Олардың бақыт пен сәттілік, жетістік пен жеңіс жолын білуіміз керек деп қарсылық білдірерсіз. Алайда олар осыншама бақ нығметке, бақытқа қалай қол жеткізгендерін көбісі өздері де білмейді. Себебі бұл тағдыр мәселесі. Біздің сенім мен түсінікті қалыптастыратын айналадағы қоршаған орта, ғылыми тілмен айтқанда эпигенетика. Адамның тағдыры текті тұқымына ғана емес, тұқымнан да жоғары уақыт пен заманға байланысты. Олар қандай болса, біз де сондаймыз. Бірақ бұл уақыт пен заман қандай болса, біз де сондай болуымыз керек деген сөз емес. Тағдыр сіздің миыңызда жазылған. Миыңызды қағаз деп елестетіп, өз тағдырыңызды өзіңіз жазуға байқап көріңіз. Осыны мақсат қылып алыңыз. Бұл сіздің өмір не тағдыр атты кітабыңыз, және ол әрқашан өзіңізде. Позитивті ойлаудан тыс, өзгерек дұрыс қадам жасаңыз, және өз тағдырыңызды басқа біреу емес, өзіңіз жазыңыз. Адам жанының өмірдің мәңгілік екенін білетін шығарсыз. Білуіңіз керек, себебі бұл өте маңызды. Сонда адам жаны өлімнен қорықпайтын болады, күйзеліске ұшырамайды. Сондықтан Құран әрдайым өлімді еске алуға кеңес береді. Ертең өлетіндей өмір сүріңіз, мәңгілік өлмейтіндей емес. Дегенмен, тән табиғат заңдылығына сәйкес өлімнен әрдайым қорқады. Қорықпаймын деу екі жүзділіктің белгісі. Адам өлімнің мәнін және одан шын қорықпауды, Алланы қиямет күннің қайта тірілуді, күннің астында ұзақ жылдар тұруды, қорқынышты сотты, қыл көпірді және ақыретті, жәннат пен тозақ жиі еске алу керек. Пайдалы болсын, зиянды болсын, белгілі бір сенімге негізделген сөздерді қайта-қайта еске алу немесе басқа адамның есіне салу, бұл сіздің болашағыңызды қалыптастыратын тағдыр және басқалардың жан дүниесіне әсерлі қалдыратын іс. Сіздер тұрмыс тіршіліктен қолымыз тимей, дүниенің алдап жатқанын сезбейміз. Сананы тұрмыс тіршілік білмейді деп шатасып жүрміз, және кейінгілерді де солай адастырып жатырмыз. Бізге түк қатысы жоқ, зияны көп ақпаратты қабылдау, оған құл болу. Шарасыздық сезімі, сәтсіздіктер мен көңіл толмаушылық біздердің қоғамды, басқаларды, тағдырды кінәлауға және әртүрлі кінәлілерді істеуге мәжбүр етеді. Адамзаттың көпшілігі өз проблемаларының шешімі өзі емес, сыртқы ортаның шешіп бергенін қалайды. Өзіне өзі толық жеткілікті бола алмаған, өзін өзі еркін қамтамасыз ете алмайды. Осының нәтижесінде құлдық санаға түсіп қалған, қосып және тәуелді адамдар қаптайды. Бұл гуманизм жолы емес. Біз өмірлердің құрбаны емеспіз. Алланың рахмани жаратылысымыз, ал жаратушы өмірдің басты авторы. Ол біздер саваттыларымыз. Сондықтан тағдыр бірлесіп жазылады. Адамның өз талынан өзінің көңілі
толмаушылығы, ол өз тағдыры басқалардың іс-қимылына байланысты екендігін сезінген кезде бірнеше мәрте арта түседі. Тағдыр идеясы ғылыми тәжірибе емес, өмірлік тәжірибе қажет етеді. Ақылды теңдікті қажет етеді. Тағдыр идеясын портрет, трагедия, музыка арқылы суреткер ғана жеткізе алады. Табысты адамдар өздерінің тағдырларын басқаратынына 100% сенімді. Олар жағдайларға тәуелді емес, бірақ оларды өздері жасайды. Сондықтан, егер жағдайлар оларға сәйкес келмесе, олар оларды өзгертеді. Адамдар тағдыр деп жүрген нәрсе шын мәнінде олар жасаған ақмақтардың жиынтығы ғана. Өмір сахнасындағы патша, уәзір, қолбасшы, әскер, қызметші және басқалар сыртқы ерекшелік жағынан ғана бір-бірінен өзгеше. Ал түрлі образдардың мәні бірдей. Жұрттың бәрі әлденені аңсаған және өз тағдырынан. Болашақта мені көптеген күмәнге толы жағдайлардың күтіп тұрғанына сенімдімін. Адамдарға шынайы керек болу үшін ақыл мен ерік жігердің көп қажет болатынын сөзсіз. Тағдырдың тәлкегіне ұшырасаң да, осы үшін ғана қайтып бас көтеруге болады. Сіздің өміріңіздің ең жақсы жылы өз мәселелеріңіздің тек өзіңізге ғана тиесілі екенін мойындау. Сіз ғана бола анаңыздың экологияны не президентті кінәламаңыз. Өз тағдырыңызды өзіңіз басқарып отырғаныңызды түсіне біліңіз. Әдебиет ұлттың жаны, ұлттық сана, тағдыр, жан дүниесі. Көркем өнердің басты тақырыбы. Таптық жік арқылы әдебиет жасалмайды. Басшы болу деген мамық креслоға жайғасу, байлыққа белшеден бату емес, керісінше ел жүгін, халық аманатын, ұлт тағдырына мойнына алу деген сөз. Оның ертең шырағы болары. Өмірге ендің, ендеше жүгенделдің. Мен де талай бұлқындым, жігерлендім. Бірақ әр кез тағдырың шешіледі. Қолыммен кездейсоқ біреулердің.